my best friend. That's my best friend. Сәлем достар, менің атым Райымбек Ералы. 21 күннің ішінде өзімнің трансформациямды түсіретін боламын. Бүгін 1 маусым күні как раз тренажерный залдар карантиннен кейін ашылды. Соған байланысты 3 жұма тренажерный залда дайындалатын боламын. Салмақ қосуға маған протеин және де креатин көмектесетін болады. Екеуі де Beyond компаниясынан протеинді 10.500-ге алдым. Теңгеге әрине креатинді 3,5 теңгеге алдым. Сразу айтып қояйын, бұл химия емес. Әрине тек қана протеин мен креатинді ішсең, ешқандай салмақ қоспайды. Ол үшін дұрыс тамақтану керек. Үйдегі тамақтармен мен болсам 6 рет тамақ жейтін боламын. Ал енді қазіргі денемді көрсетейін. Кеттік. Міне мынандай дене, әзірше осындай. Аяғымды түсірмей қоям, тек қана үстін ғана. Аяққа да бірақта жаттығу жасайтын боламын. Ал ендеше бастайық, бүгін 1 күн, кеттік. Сәлем достар. 1 күн. Қазір жұмысқа бар жатырмын. Левый берегқа. Кеттік онда. Күнде великпен барып жүрмін. Күнде емес енді, күн ара сутка сайын жұмыс істеймін. Бір сутка 24 сағат. Одан кейін бір 24 сағат үйде демаламын. Бірақ та күн тез өтіп кетеді. Солай жұмыс. Қазір менде суткасы 7.000. Я өте аз. Өйткені айына менде 70.000 ғана шығады. Бұл Астанада тұрғанда өте аз. Солай достар. Кеттік. Осылай жұмысқа бару үшін менде 40 минут кетеді. Барып келу 80 минут. Енді ойлап жатырмын, салмақ қосам деп. Көреміз. Айтпақшы, мен сендерге айтқан жоқпын, қайда жұмыс істейтінімді. Күзетте жұмыс жасаймын. Бизнес орталығын күзетемін. Әне осылай. Ораза 1 күн бұрын бітті. Өте жақсы болды. Жеңіл. Бұл мен 2-ші ораза айын ұстауым. Белікпен жүргенде осы қатты шөлейтінмін. Сол қас су ішсем болады. Жұмысқа барып шөлдігінді. Міне қазір Қошқар Байыфта келе жатырмын. Одан кейін Левый берегке барамын. Үйден тура 7-те шыққанмын. Сосын қазір барғанда жұмысқа айта жатырмын уақытты. Қазір сағат 7-тен 17 кетті. Енді бір 15 минуттай 10 минуттай жүріп шығамын. Хайвел, міне Хазрет Сұлтан. Анда ждемемін.
Канада күзетті 5-ші ай жұмыс жасап жатырмын. Қалай көріңіз? Мына жақ ұнайды қаттырақ. Осылай жүреміз кешке дейін. Кто дал мне шанс стать шефом? Он сказал, что Бог сотворил устрицы и яблоки. И такие рецепты невозможны. Әлі жұмыстамын. Бірінші таңғы асымды ішімдеп жатырмын. 2 жұмыртқа бүгін. 2 жұмыртқа. Одан кейін сүтпен хрутка. Одан кейін 2 пирожки. Жетеді. Сменім бітті, достар. Смен бітті, қазір үйге барам. Scams are plotted over grams of rocks. Undercover agents die by the random shot. We all die in the end, so the fans be slow. I was all about my ends, fuck friends and foes. Me, a born leader, never lead a block without my heater. Got me a dog and named him my bitch nigga eater. What could they do to me a little? Жұмыстан келдім. Қатты шаршап кеттім. Күн ыстық. Терлеп жатырмын. Қазір душқа түсіп аламын. Душқа түсіп алдым. 1 сағаттан кейін қазір протеинді ішемін. Креатинмен бірге. Екінші прием пищи. Протеин ішеміз. Протеин. Креатинмен бірге. Бір қасық. Креатинді мен тәттімен шеттеп оққанмын. Сондықтан қант саламыз. Ертеңге тамақ дайындап жатырмыз, сағат 4-те ішетін. Мына жерде орехтар мен 1 алма болады. Полдник қойды сағат 4-те. Ал өте керемет. Қазір триатлон паркқа бара жатырмын. Барбарс площадкасына. Кеттік. Бүгін массаның 4-ші күні. Демалыс күн, жаңа ғана суткадан шықтым жұмыстан. Напарнигімен бірге. Тренажерный залға бар жатырмын. Абонемент сразу алып алу керек, қазір сатып алу керек. Студенческий мен 8100 теңге тұратын болады. Тренажеркаға келдім. Абонемент сатып алдым. 8600 теңгеге. Достар, 5 жыл бұрын смолда, осы смолда істегенмін, міне 71-ші смол деп аталады. Онда продавец болып істеген, продавец консультант.
Сол 5 жылда бірінші рет кірейін деп тұрмын. Бірде бір рет кіріп көрмегенмін. Кеттік, қазір өзден бір жұмаға продукт аламын, масса жинауға. Доңғалағым жарылып қалды. Жай келе жатырмын енді. Тренировка жақсы болды барлығы. Қараңызшы, қандай шеге кірген. Міне жалпай отыр. Смоға кіріп шықтым уже. Барлығы өзгеріп кеткен. Танымай қалдым даже. Адасып. 5 жыл болды. 5 жылда бірінші рет кірдім. Сумка болып тұр барлығы. Заттармен, продуктымен. Одан қолымда міне пакет. Кеттік жаяу енді. Күн ыстық, 35 градус. Мынау менің полнигім, міне осы алма және орехтар. Сағат 4-те ішетін тамағым. Бүгін қатты шаршап отырмын, жұмыстамын қазір. Кешегі тренировкадан кейін барлық денем, грудак, бицепс барлығы ауырып жатыр. Қазір міне екінші таңғы асымды ішейін деп жатырмын. Завтрак 2 сағат 10-да, сағат 10 ровно. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining. Жұмыстан қазір. Сутка. Кофе мына жерде кітап оқып отырмын. Басқа не істеймін? Уақытты жай босқа құртуға болмайды, телефонмен отырып, одан да кітап оққан жақсы. Сәлем, 14-ші күн, настроение вообще жоқ, ешқандай. Жұмыстан жаңа ғана бердім. Екінші таңғы асты ішейін деп жатырмын. Мына жерде протеин, креатин, одан кейін ірімшік. Блин, мына жерде жүрген күшті дорожка. Кеттік. Протеин жасайын деп жатырмын. Протеин и креатин. Сүт құйдым, міне 300 миллиграмм ровно сүт. Одан кейін протеин 2 қасық, мынандай 2 қасық. Одан кейін креатин 1 қасық. 1 мынандай қасық. Осынша жетеді.
Енді жақсылап дұрыстап араластырамыз. Қазір жұмыстамын. Жаңбыр жауып отыр далада. Ал мен болсам жұмысқа бара жатырмын. Кішкене кешігіп жатырмын. Жайт нормально. Бүгін өйткені воскресенье, демалыс, жексенбі. Протеин бітіп қалды уже менде. Креатин ғана қалды, соны ішіп жүрмін. Протеин болса бітіп қалды. 1 килограмм ғана өйткені. Бүгін воскресенье болғандықтан, демалыс болғандықтан, мен өзімнің қалай айтатын тренировкамды жазып жатырмын. Өзімнің тренировкамды, жаттығу программасын болашақта сатам деп ойлаймын. Жұмысқа жиналайын деп жатырмын. Блин, мына жер вообще күшті. Ең бірінші шетіне жүріп бара жатырмын. Великпен болсын, жаяу болсын. Әдемі екен. Әдемі. Керемет. Президентский парк походу. Тренировкаға бара жатырмын. Жаяу. Великті алып қойды. Спорт комплекс Алатау. Тренировкадан шықтым. 1 сағаттай тренироваться еттім. Енді қазір зарплата түсті дейді, соны алуға бара жатырмын. Достар, мына жерде бұрын каратеге барып жүргенмін. Енді остановкадан түсетінмін. Осы жерде бұрын карате болған. Қазір білмеймін. 2016 жылдары барып жүрген. 4 жыл бұрын. 2016? Аха. Достар, қағанатта отырмын. Тамақ заказать еттім. 2262 тамақ. Ё-майо. 93 мың достар. Ең бірінші көп алған зарплатам. Оның алдында ең көбі 85 болған. Малғында жасап жүргенде. Атак, былай 60-70. Ал қазір 93 көтеріліп отырмын. Таңертеңгі жаңбырдан кейін барлығы су кебіп отыр енді. Қарасын шылқып отыр оның барлығы. Енді сумкамда бүгін белгісіз келдім, өйткені жаңбыр болғандықтан автобуспен келдім. Достар, жаңа ғана жұмыстан келдім, сменадан. Мынандай посылка келді. Завтрак, таңғы ас. Полдник дейді. Мынандай су. Завтрак 1. Мына завтрак 2. Одан кейін ужин, кешкі ас. Ужин.
Обед. Түскі ас. Қызық. Бірінші рет заказ бердім. Не осындай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 прием пищи, 6 рет күніне тамақ ішем. Және су. Бұны әрине бір рет қана істедім, заказ бердім. Пробный жай ғана. Одан кейін достар жаңа ғана обедті ұмытып кеттім түсіруге. Ондай тағы 2 нәрсе қалып қойыпты. Қасық пен айыр, салфетка. Одан кейін сұйық тамақ, обед. Қазір таңғы ас ішіп алайын осыны. Сағат 7-тен 8-ге ішу керек. Бірақ та қазір сағат 9 уже. Жұмыстан енді ғана келдім. Кеттік. Бұл жерде немене? Пицца ма? Пиццаға ұқсайды. Не мынандай? Кішкентай ғана екен. Қолым жуған жоқ қазір. Нормально. Сәлем. Смена біткен жоқ, сменнің соңы. Сағат таңғы 7. Түнімен дұрыс ұйықтаған жоқпыз. Күндіз түнді суық болды, өте қатты суық. Далада міне жел суық, кеше жаңбыр жауды. Сол түніге ұйықтамай ан жақта жатып суық болды. Мына жаққа келдік. Және обогреватель қосып. Сосын жататын жер жоқ. Одан кейін стөлдерде жатуға тура келді. Солай қатты шаршап ұйықтағым келіп тұр. Еще бассейнге бару керек бүгін. Мен барайын ба, бармайын ба. Көреміз. Кеттік. Далада суық. Қазір неге курсқа барып, обогреватель жағып қойып. Мына жерде. Бүгін папам келеді, осы жерде жұмыс істейді тоже. Осындай жер. Что там? Одан кейін нелер ашылады. 1, 2. Короче, осылай. 40 минуттан кейін сменім бітеді, мен үйге кетемін.
суық. Жақсы, что беріппен келген жоқпын. Ата қазір қатып өліппен беріппен. Автобуспен қазір барамын. Давай, кеттік. We're gonna do the twist and it goes like this. Come on, let's twist again. Like we did last summer. Yeah, let's twist again. Like we did last year. Do you remember when we did it? Yeah, let's twist again. Christmas time is here. Ё-моё, бардак мына жер. Ремонт болып жатыр. Ламинат. Ертең челлендждің соңғы күні. Қазір жұмыстамын. Тамақ ішіп жатырмын. Мынандай көрініс, жақсы, әдемі. Күн тамаша. Сәлем достар, бір ай көз ашып жұмғанша өте шықты. Бүгін челленджімнің соңғы күні. Басында протеин мен креатин болатын. Протеин барлығын ішіп тастадым. Енді креатиннің кішкене ғана бөлігі ғана қалды. Барлығын тауысқан жоқпын. Басында салмағым 68-де 1 болса, қазір 69-да 7, 1-де 6 килограмм қосыппын. Бұл мен үшін өте жақсы көрсеткіш, өйткені мен эктоморфпын. Ал ендеше өзімнің нәтижемді көрсетейін. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 for you. Тамақ жағынан келетін болсақ, міне осындай мен режимді ұстандым. Бір ай бойы. Әрине, бұл режимді ұстамаған күндерде болды, өйткені жұмыс жағынан байланысты, тамақ болмай қалған жағынан байланысты. Енді осы видео аяқталды деп мен салмақ қосуды аяқтамаймын, жалғастыра беремін, өйткені менің мақсатым 75 килограмм. Достар, осымен видео аяқталды. Комментария жазыңдар, өздерінің пікірлерін, ойларыңды жазыңдар, лайк қойыңдар, достарыңды көрсетіңдер. Сендермен болған Райымбек Ералы. Сау болыңдар.